Ассалаумалейкум, сіздермен бүгін сметаник жасаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм бөлме температурасындағы майға 70 грамм қант қосып, 1 жұмыртқа, 200 грамм ұн мен 1 ас қасық разрыхитель қосып, осындай песочный тесто жасаймыз. Қолға жабыспайды. Тестамызды жайып аламыз. Холодильникке сақтаудың қажеті жоқ, сразу қолдануға болады. 26 диаметрлік менде осындай форма пирогтың, соған салып, тестамызды жайып аламыз. Начинкасын жасау үшін бізге 3 жұмыртқаға 70 грамм қант қосамыз және 15-20% кез келген дүкеннің қаймағын қосуға болады. Барлығын жақсылап миксермен біркелкі масайтып, песочный тестамыздың үстіне құямыз. 180 градуста 20-30 минуттай пісіреміз. Дайын болған пирогты сразу кеспейміз, формадан алмаймыз, 4-5 сағат тұру қажет. Сметаник піскен кезде жұмсақ болып піседі, сондықтан бірнеше сағат тұрғаны абзал. Мінекей осындай жұмсақ әп-әдемі пирог болады, жасап көріңіздер. Ас болсын.